Қайырлы күн қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымдағы видеолар ұнап жатса, лүпіл басып, өз пікіріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бүгін сіздермен осындай дөңгелек, қатпарлы печенье әзірлейміз. Шаймен немесе кофемен ерекше дәмді болып шығады. Ал ең алдымен бөлме температурасындағы 200 грамм сармайымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне бір дана жұмыртқамызды қосып, тағы жақсылап араластырамыз. Шым-шым тұзымызды салып, 130 грамм сахарный пудрамызды, 10 грамм ванильный сахарымызды салып, араластырамыз. Үш 350 грамм електен өткізілген ұнымызға жарты шай қасық қамыр қопсытқышымызды, яғни разрыхителімізді қосып, осылай жақсылап араластырып, ұнымызды аз-аздан қоса отырып, қамыр қылып илейміз. Бізде осындай әдемі жұмсақ, арасы қатпарлы, песочный қамыр жуу керек, мінекей. Енді қамырымызды пакетке орап, холодильникке 20-30 минутқа қойып қоямыз. Мінекей, қамырымыз дайын болды. Мен бұл қамырды 2 бөлікке бөліп жаямын. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан жабысқыш болып келеді. Сол себептен кішкене ұн сеуіп жайсаңыздар да болады. Ұнды тым көп себудің қажеті жоқ. Себебі бізде қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Қамырымыз қатты жұқа болмау керек. Менде 10 сантиметрлі кольцо болмағандықтан, осылай кесемен кесе салдым 10 сантиметрлі. Ортасын осылай насаткамен ойып тесіп алдым. Жан-жағындағы қамырларды қайтып біріктіріп, оларды дәл осылай жайып, кождарды пісіріп аламыз барлығын. Мінекей екінші бөліктегі қамырды дәл солай қайталаймыз. Қызып тұрған пешімізді дайындап, осылай кождарымыздың үстіне жұмыртқамызды жағып, дәндерімізді сеуіп шығамыз. Бетіне әркім өз қалағанынша, бетіне кез келген жаңғақты себуге болады. Дайын болған кождарымызды 15-20 минутқа пешке пісіріп аламыз. Мінекей, біздің кождарымыз пісіп шықты. Өте дәмді болып, иісінің өзі өте ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін осындай қоңырауша белгінің суретін
басып кетіңіз. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісемін.